Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз тағы да осындай запись түрінде болады. Балалар, бірақ енді сендер қазір бұйырса 19:30-да осыны көресіңдер, көріп отқан шығарсыңдар. Енді пока неге осындай запись форматында болып жатыр, түсіндіре кетейін. Өйткені қазір білесіңдер, ораза кезі кеш жақын мені ауыз ашарға көп шақырып жатыр. Осыған дейін отказ беріп келдім, бірақ өзімнің оқушыларым, ата-аналар шақырып жатыр. Өзімнің тағы жеке 7 мартқа байланысты пландар болып жатқандықтан 7-8 мартқа байланысты таңертең осындай ерте сабақтарды түсіріп, кешке жақын осылай сендер көретіндей возможностьпен ютубқа салып жатырмын. Жарай ма? Сол үшін пока сабақтар форматы осы бірнеше күнге ғана осылай болады. Енді бірінші есептен бастап берейік. Как обычно, 20 есепке талдау жасаймыз бүгін. Бірінші есеп: теңдеудің түбірінің 7/1 бөлігін табыңыз дейді. Мына жақта теңдеу неге тең? X тең болады, көріп тұрғанымыздай. Мына екеуін көбейтеміз, бірақ енді мына жақтарда әрқайсысын жеке-жеке тауып алу керек. 2 18 30 дейді. 2 дегеніміз ең кіші ортақ еселігі 18 пен 30-дың. Ол бізде 60 емес 90. 90 18-ге де бөлінеді, 30-ға бөлінеді. Сондықтан мен мынаны өшіріп, осылай 90 деп жазалайын. Ал енді EUOB ең үлкен ортақ бөлгіші 30, 66, 48. Үшеуі де 6-ға бөлінеді. Дұрыс қой, да? Үшеуі де 6-ға бөлінеді. Мынада бәрі де 6-ға болады. Одан артық үлкен сан жоқ. Сондықтан мұнда 6 деп жазамын. Енді 2 15 21 дейді. 21-ді 2-ге бөлсек 42, 3-ге бөлсек 63, 4-ге бөлсек, 21-ді 5-ге бөлсекші. 21-ді көбейтсек 5-ге. Неше болады екен біздің? Былай істесек болады, негізі 15-ті бөлеміз. 3-ге 5, 5-ге бөлеміз 1, сосын 21-ді бөлеміз 3-ге 7, 7-ге бөлеміз 1. Получается 3, 5, 7 деген сандардың көбейтіндісі ол 105 болады екен. Так, мұнда бізде 105-ке тең. Енді x тең болады, 6-ны көбейтеміз 105-ке, бөлеміз 90-ға. Так, қысқарады ма? Так, қысқарады. Мына екеуін қысқарсақ, например, 3-ке. Мұнда 30 болады. Мұнда бізде болады 2. Сосын мына екеуін 15-ке қысқартсақ, мына жерде 2 болады. Так, мына жақта 7 болады. Сосын мына 2 мен 2-ні қысқартып жіберем, сонда x тең 7 шықты. X тең 7. Сәл мына жерде нем дұрыс істемей жатыр. X тең 7, мен теңдеудің түбірін таптым. Енді түбірдің 7/1 бөлігі десе, міне 7-ні аламыз да, көбейтеміз 7/1-ге, 7 мен 7 қысқарады да 1 шығады. Яғни бұл жерде жауап Д болады екен біріншісінде. Так, енді келесі. Мынандай есеп: бұның қандай мәнінде теңдеудің түбірі кез келген сан болады дейді. Балалар, мынандай: егер x, мысалға x не болмаса бір нәрсе, x деп айтайықшы, x егер 0-ге көбейтіліп тұрса, балалар, и тең 0 деп тұрса, теңдеудің түбірі, мысалы мынандай жағдайда, балалар, мынандай жағдайда теңдеудің түбірі кез келген сан болады. X кез келген сан. Не үшін кез келген сан? Өйткені x-ның орнына кез келген сан қойсақ та, 1-ді қойсақ та, 2-ні қойсақ та, 3-ді қойсақ та, ол 0-ге көбейтіледі, міне, бәрібір де 0 шығады. Сондықтан мына жақта осылай айтылады: егер x 0-ге көбейтіліп тұрса, және ол тең болса 0-ге, онда x кез келген сан болады. Сондықтан мына жерде екі жақшаның ішінде көбейту бар. Мына жақта біздерде x-тер бар, мына жақ тең 0, значит, мынау бізде 0-ге тең болса, как раз міне 0 көбейтілген x, мына жаққа жазайыншы, 0 көбейтілген x тең болады 0 деген шығады. Сол кезде x кез келген сан болады. Ол үшін мына көріп тұрғанымыз, сол жағымыз бізде 0-ге тең болу керек. Енді мынау 0-ге тең болу үшін b неге тең болу керек? B-ның орнына біз, балалар, 13-ті қоятын болсақ, 13-ті біз как раз 0-де 3-ке көбейтсек, неше шығады? 3,9 шығады. 3,9-дан міне как раз азайтамыз. 3,9, сол кезде мына жерде 0 шығады. Получается, мына жақта қою керек сан ол 13 екен. Үшінші есеп: жол бойында ұзындығы 6 метр болатын бетон плиталарды ұзындығы 10 метр болатын жаңа плиталармен ауыстырды. 50 ескі плиталарды ауыстыру үшін қанша жаңа плита қажет? 50 ескі плиталар әрқайсысының ұзындығы 6 болса, 50-ді көбейтеміз 6-ға. Получается, общий ұзындығы жалпы 300 метрді құрайды екен. Ана плиталардың, ескі плиталардың ұзындығы. Енді оларды 10 метрден ұзындықты 10 метр жаңа плиталарын ауыстыру үшін 300-ді бөлеміз 10-ға, дұрыс па? Сонда 30 штук бізге мынандай 10 метрлік жаңа
плита керек болады екен. Төртінші есеп, картадағы 3,6 сантиметр кесіндіге жер бетіндегі мынандай арақашықтық сәйкес келеді. Жер бетіндегі мынандай арақашықтыққа осы карталық неше сантиметр кесінде сәйкес дейді. Бұл жерде пропорция қойсаңдар 3,6 сантиметр ол жер бетіндегі 180 километр, 810 километр жер бетіндегі ол картада нешеге сантиметр болады. X деп осылай пропорция құрып шығарсақ болады. 3,6-ны көбейтеміз. 810-ға бөлеміз 180-ге. Так, мына екен бөлейікші 90-ға. 90-ға бөлсек мұнда 2, мына жерде 9 қалады ғой. Сосын мынаны 2-ге бөліп жазсақ не болады? 1,8. 1,8-ді көбейтеміз 9-ға. Бұл бізде болады 16,2 сантиметр. Бесінші есеп, шаршының қабырғасын 30% арттырды, оның ауданы қаншаға өзгерді? Қабырғасын 30% арттырса, например, біз былай істейік, оның ауданы қаншаға өзгерді дейді. Енді мына жерде былай шығарылған жол дұрысырақ болып есептеледі балалар, қараңдар. Шаршының қабырғасы А болады, ауданы А көбейтілген А, яғни А квадратқа тең. Енді шаршының қабырғасын біз не істейміз? 30% арттырсақ, яғни мына 100% болды ғой, оған 30% қосатын болсақ, ол бізде 130%-ға тең болады. 130% дегеніміз ондық бөлшекке айналсақ 1,3А, яғни қабырғалар 1,3А болады. Аудан табу үшін 1,3А-ны 1,3А-ға көбейтеміз. Сонда бұл бізде 1,169 А-ға А көбейтілген А квадрат. Яғни мынау бізде ескі аудан А квадрат болды, қазір 1,169 А квадрат. Яғни мынау 1 А квадрат, мынау 1,169 А квадрат. Мынау 100% болатын болса, ал мынау бізде 169% білдіреді. Көріп тұрғанымыз, аудан қаншаға өзгерді дейді. 0,169-ға өзгерді. Бұл жерде пайызды қатты жазып керек емес екен. То есть 1 болды, 1,69 болды, значит 0,69-ға өзгерді. Алтыншы есеп, биіктігі 7 метр ал ұзындығы 11 метр болатын баспалдаққа түгелдей кілем төседі. Кілемнің ұзындығын тап. Біз мұн жақта сәл астына түсірсек, оқушылар мұн жақта суреті тұр, сол суретіне қарап шығарамыз. Ұзын биіктігі деген, яғни мына қабырғасын айтып тұрсыңдар оқушылар. Міне қазір бір басқа светті таңдап алсақ. Мына қабырғасы бізге айтады, осы қабырғасы 7-ге тең дейді. Енді қараңдар. Сосын ал мына, бұл 7 емес қой, биіктігі 7 деді ме? Не деп айтты жаңа? Қарап жүрейін. Биіктігі 7 екен дұрыс. Так, мына жақ 7, ал мына жақ қабырғасы 11-ге тең. Мына кілем төсет дейді, яғни мына жерлерге кілем жайылған. Сол кілем жайылған болса дейді, сол кілемнің ұзындығын тап дейді. Енді біз ол жерде былай түсінейік, қараңдар. Мына ұзындық, мынау, мынау. Осы жердегі кілем жайылған ғой, сол жерлерге жайылған кілемдердің ұзындығын қоссақ, балалар міне ровно астындағы линиямен бірдей шығады. Көріп тұрсаңдар, бәрін бір қатарға дізіп қойсаңдар, мына 11 шығады. Ары қарай ал мына сызық міне, мынаның бәрін қосатын болсақ, міне тура мына қабырғасының ұзындығындай шығады. Яғни кілемнің ұзындығы міне екен қосымыз деген 18 метр болады. Алматыда түс болған кезде Мәскеуге сағат 10:00-де, Ақтөбеде сағат 10:00 болады. Түс болған кез дегенде бұл жерде 12:00-да айтып тұрған шығар. Алматыдан таңғы 16:00-де ұшқан ұшақ Мәскеуде сағат 8:30-да келіп қонады. Содан соң дәл сол ұшақ Мәскеуден Алматы сағат 10:00-де ұшса, 16:00-де Алматыға қаншада келіп қонады. Енді мұн жерде балар қараңдар. Алматыда және Мәскеуде сағаттың айырмашылығы 2 сағат екен. Қайсы алда? Алматы алда, Мәскеу сәл артта екен. 2 сағат разница бар. Енді таңғы сағат 6:00-де Алматыдан шықты, дұрыс па? 6:00-де. Бірақ Мәскеуде сағат 8:30-да, бұл Москваның сағаты, Мәскеудегі уақыт.
бірақ біз мынаны түсінеміз. Мәскеу 2 сағат артта ғой, получается Алматының уақытымен Алматы уақытымен олар 8:30-да емес, значит 10:30-да жеткен. То есть олар таңғы сағат 6:30-да жеткен, 6:30-да шыққан, 6:00-де шыққан, 10:30-да Москваға жеткен Алматының уақытымен. Получается жолға негізі міне Алматы мен Москваның арасына 4 сағат 30 минут уақыт кетеді екен. Көріп тұрғанымыздай балалар, ұшуға 4 сағат 30 минут уақыт кетеді. Сосын енді содан соң дәл сол ұшақ Мәскеуден Алматыға 16:00-де ұшса, Мәскеуден Алматыға, Мәскеуде сағат қазір сағат 16:00. Сосын ұшып бара жатыр Алматыға. Алматыға білетінімізде неше сағат ұшады? 4 сағат 30 минут. 4 сағат 30 минут. Бұл жерде мынау Алматының сағаты болар, Алматының сағаты бойынша. Қазір біз Москваның сағатын есептеп жатырмыз. Мынау Москваның сағаты. Енді қараңдар, Москвада қазір 16:00, давайте бізге Алматының уақыты керек қой, Алматының есеп, Алматыда қаншада келіп қонады деп тұр. Сондықтан Алматыға өзгертіп жіберейік. Олар 16:00-де шықса, Алматының сағаты сәл қалады ғой, Алматыдан қалады ғой. Олар получается 16:00-де емес, 18:00-де шыққан Алматының уақытымен. Өйткені 2 сағат қалып келе жатыр. Ненің уақыты? 18:00-де шықты, сосын 4 сағат 30 минут жолда болды. Мынаған 4-ті қосатын болсақ, балалар 22:30. Яғни 22:30-да неге жетеді екен? Алматыға жетеді екен бұл ұшағымыз. Қайттан бір түсіндіріп жіберейін, қысқаға. 6:00-де, 2 қаланың арасында 2 сағат, Алматы алдыда, Мәскеу артта. Міне, самолетта балалар сондай білеміз, бізде самолетта мысалы Алматыда таңғы сағат 6:00 десе, бұл Алматының уақыты бойынша. Мәскеуде 8:30 десе, бұл Москваның уақыты бойынша. Әрине, біз бәрін неге айналдырып жібердік балалар? Алматының уақытын айналдырып жібердік. Өйткені бізге Москваның уақытымен жүрген қиынырақ. Сондықтан бүкіл нәрсені біз Алматының уақытымен есептеп жатырмыз. Алматыда 6:00-де шықты, 4 сағат 30 минуттан кейін 10:30-да жетті Москваға. Соң Москвадан 18:00-де шықты, Алматының уақытымен 22:30-да Алматыда болды деп осылай жауап береміз. Сегізінші есеп, көліктің жылдамдығы 75 км/сағат. Егер көліктің жылдамдығы 25 км/сағат арттырса, онда оның жылдамдығы не болады? 100 болады, 100 км/сағат болады. Келетін уақытынан 12 минут ерте келеді. Көлік жүрген ара қашықтықты табыңыз. Енді бұл жерде екі жағдай бар. Бірінші жағдайда 75 деген км/сағат жылдамдықпен жүретін болса, жолға какой-то бір X уақыт құртады екен. Ал 100-бен жүретін болса, қанша уақыт құртады? Осы какой-то бір X уақыттан 12 минутқа аз. 12 минутта біз сағатқа айналдыру үшін балалар 60-қа бөлеміз. Бұл жақта 6-ға қысқартайықшы, 6-ға бөлсек мұнда 2, мұнда 10, яғни 0,2 сағат. X-тен азайтамыз, өйткені ерте келсе азырақ құртады уақыт. 0,2 сағат уақыт аз құртады екен. Енді мынау бізде жылдамдық көбейтілген мынау уақыт X дегеніміз. Мынау жылдамдық көбейтілген уақыт, бұл бізде жолды береді. Дұрыс па? Екі жақта да жол тең ғой. Сондықтан да міне ортасына теңестіреміз. Мына 75x болады, бұл жақта 100x азайтылған 20. Так, мынаны былай қарай жіберетін болсақ, 75x азайтылған 100x тең -20. Осы жақтан бізде не болады? -25x тең -20. Екі жақтағы минустарды жоямыз, сосын аламыз да 5-ке қысқартамыз. Мұнда 5, мұнда 4. X-іміз тең болады 4 бөлінген 5, не болмаса 0,8 дейміз. Яғни ол бірінші жағдайда жолға 0,8 сағат уақыт құртқан, ал мұн жақта 0,8 сағат минус 0,2, яғни 0,6 сағат жолға құртады екен. Бірақ біз енді қанша уақыт жолға кететінін сұрап тұрған жоқ, бізде ара қашықтықты сұрап тұр. Ара қашықтықты табу үшін балалар S. Біз мұн жақта кез келген мынаған көбейтсек те ара қашықтық шығады, мынаған көбейтсек те ара қашықтық шығады. Любой не істесек, например, мына 100-ді көбейткім келіп тұр, мұн жақта 0,8 азайтылған 0,2. Ол бізде 0,6. Получается міне 100-ді көбейтемін 0,6-ға, ол менде 60 болады. Яғни бұл екі жердің, не болмаса көліктің жүрген ара қашықтығы 60 км-ге тең. Енді бұл жерде теңдеулер жүйесімен шығатын сияқты 9-шы есеп. А-ның 45% десе, балалар А-ның 45%-ын табу үшін А-ны көбейтеміз 0,45-ке. Сонда 0,45 А шығады.
тең болады дейді неде b-ның 2-ден 1-не 2-ден 1 b-ға дейміз. Енді сосын аламыз да мына жақта мынасы бір жақта крестиктен көйтіп жіберейік. 2 мында көйтілген кезде бізде 0,9 а шығады, 1 1-ге көбейтіледі да 1 b шығады, немесе b деп ести аламыз. Енді айтады екі санның айырмасы дейді, яғни а азайтылған b неге тең? 4-ке тең дейді. А азайтылған b 4-ке тең. Екі санның айырымы деген азайтынысы. Енді сол сандарды тап десе, енді былай істейміз. Қараңдар, мен мына жерден, мына өрнектен білемін, b ол 0,9 а-ға тең. Яғни b-ның орнына мен қазір өшіріп 0,9 а деп жаза аламын. То есть міне а азайтылған 0,9 а, өйткені b соған тең. Енді азайтатын болсақ, бізде 0,1 а шығады ғой. Тең болады 4, а тең болады 4-ті бөлеміз 0,1-ге. Бұл бізде ровно 40 шығады. Мына жаққа өтір қойып 0 жалайсыңдар, өтірді алып тастаған кезде 40 бөлу 1, яғни 40 шығады сендерде. Яғни бірінші сандарың 40, екінші сандарың сол міне а дегеніміз 40 қой. Бұны табу үшін 0,9-ға көбейтеміз, 40-та ол бізде 36 шығады. 40 және 36 деген жауап болады бізде. Так, 10 есеп 20-ға еселі, бірақ 8-ге еселі емес барлық екі таңбалы сандардың арифметикалық ортасын тап дейді. 20-ға еселі сандар ол бізде 20-ның өзі бірінші очерт, одан кейін 40, 60, 80, арғай 100, ол жарамайды. Енді 8-ге еселі емес, 8-ге бөлінетін 80-ді алып тастайым, 40-ды алып тастайым. Сонда осы екі санның арифметикалық ортасын табу үшін 20-ға 60-ты қосамыз, 2-ге бөлеміз. Сонда 80 бөлінген 2 жауап 40 шығады. Өмір жезеп, Шоқай білдекте 3 сағат, ал ұстазы білдекте 4 сағат бұйым жасады. Егер олар бірге барлығы 47 бұйым бітірді, Шоқай мен ұстазы бірге білдекте 2 сағатта 26 бұйым жасаса, Шоқан қанша бұйым жасады? Бұл есепті балар теңдеумен шығаруға болады. Теңдеулер жүйесімен, яғни Шоқанның 1 сағатта жасайтын бұйымдарының санын x деп алайық. Бұл Шоқанның 1 сағатта жасайтын бұйымдар саны. Ал ұстазы о дей салайық, ұстазынікі y болсын. 1 сағатта y бұйым жасайтын болса. Енді олар бірге, так, Шоқан 3 сағат жасады, значит 1 сағатта x жасаса, 3 сағатта 3x бұйым жасайды. Плюс ұстазы 4 сағат жасады, ол 4 көбейтілген y, яғни 1 сағатта y, 4 сағатта 4y. Осылардың бәрін қосқан кезде 47 бұйым болады дейді міне. Енді егер екеуі 2 сағат жасайтын болса, яғни мынау 2 сағат, мынада 2 сағат жасайтын болса, олар дейді 26 бұйым жасар еді. Ендеше Шоқан қанша бұйым жасайды? Шоқан қанша бұйым жасайды? Яғни бізге x-ті табу қажет. Шоқан қанша бұйым жасады дейді. Енді мына жерде біз былай жасаймыз. Былай жасайық. X пен y табу керек бірінші очередте. Енді теңдеулер жүйесінен білеміз. Мына x-тарды жойып жіберу керек бізге мақсатымыз. Ол үшін екеуінің ортақ бөлімі 6, үстіндегіні 2-ге көйтем, астындағыны 3-ге көйтем, бірақ минус 3-ге көйту керек, өйткені таңбалар тоже әртүрлі болу керегін ұмытып кетпейік. Қосқан кезде олар азаю керек. 2-ге көйтсек 6x қосылған 8y, мынаны көйтсек неше болады? 94 қой. Минус 3-ге көйтсек минус 6x, минус 6y, так, минус 78. Енді қосқан кезде, мына кезде x-тар көріп тұрғанымыздай жойылады, таңбалар әртүрлі. 8y минус 6 плюс 8y минус 6y ол плюс 2y-ға тең. 94 азайтылған 78 ол бізде 16-ға тең болады. Енді y тең болады, 16-ны 2-ге бөлеміз 8. Яғни ұстазы 1 сағатта 8 бұйым жасайды екен. Ал Шоқанды табайық. Шоқанды табу оңай. Енді мына жерде біз білеміз, мысалға кез келген қолдансақ болады, үстіндегі немесе астынан. Үстіндегі қолдансақ 3x қосылған 4y тең 47. 4y тегіміз, y тең 8 болса, 4y тегіміз 4 көбейтілген 8 ол 32. Яғни 3x тең болады, 47-тен азайтамыз 32-ні, 3x-іміз тең болады. Бұл жерде 15-ке. Қысқартатын болсақ, x тең 5. Яғни Шоқанның жылдамдығы 5 екен. 1 сағатта 5 бұйым жасайды екен. Ұстазы 8. Енді мен таптым. Бізге айтады. Басында Шоқан 3 сағат жұмыс жасады ғой, ұстазы 4 сағат жұмыс жасады. Сол кезде Шоқан қанша бұйым жасағаны сұрап тұр. Шоқан қанша бұйым жасады дейді. Ол кезде ол 3 сағат жұмыс жасаса, 1 сағатта 5 жасайтын болса, 3 сағатта ол 15 жасайды ғой.
сондықтан жауапқа аны белгілейсіңдер. Так, 12-ші есеп. Мына жерде так қалай істесек болады? Ондық бөлшекке айналып жіберейік та. Мынау бізде не? 2-ге көбейтіп жіберетін болсақ, 0,14, мына асты. Азайтылған мұнан 25-ге өту керек болады, сол кезде 0,125. Азайтатын болсақ, 0,40 деп қояйық, 0,115. Үстінде А, тең болады Б. Мына жерде 8-ден 1, ол дегеніміз 0,125 қосылған 0,375, ол бізде болады 0,500, не болмаса 0,5. Енді мен артық заттарды алып тастай саламын былай. Крестикпен көбейте саламыз, крестикпен көбейтсек, мынау мұнда көбейтіледі, так, мынау мұнда көбейтіледі. А көбейтілген 0,15, ол 0,15 А болады, 0,115 Б болады бұл жақта. Енді А тең болады, балалар қарама-қарсы санға, ол 0,115-ге тең болады. Ал Б тең болады, өзіне қарама-қарсы жатқан сан, ол мына қарама-қарсы жатқан сан, ол 0,15. Енді біз А мен Б-ны таптық, енді мынаны табу үшін 3 көбейтілген Б дегеніміз 0,15, А дегеніміз 0,115. Өтірден құтылу үшін мында өтірді 0 жалғаймын. Сол кезде өтірден кейін 2 сан, 2 жерде өтірді алып тастаймыз. Осындай өрнек шықты. Үстіндегі көбейтсек 150 ғой, астындағы да 15. Соны жауап 10 шығады екен. 13-ші есеп. Пойыздың жылдамдығы 20 метр секунд, оның вагонның доңғалағының шеңберінің ұзындығы осындай. Вагон доңғалақтар 3 минутта неше айналым жасайды? Неше айналым жасайтын табу үшін балар 3 минутта. Біз былай істейік. 3 минутта қанша жол жүретінін табайық, Бірінші қараңдар, оның жылдамдығы 20 болатын болса, 3 минутта, 3 минутымыз дегеніміз Т ғой ол. 3-ті көбейтеміз 60-ға, 180 секунд. Енді S 180-ді көбейтеміз 20-ға, сонда бұл бізде 3600 метр жол жүреді екен дөңгелек. Енді қараңдар, ал дөңгелектің ұзындығы 3,6, ол 3600 метр жол жүріп тұр. Неше рет айналғанын табу үшін балар жолды бөлесіңдер, ұзындыққа. То есть жолды бөлетін болсақ ұзындыққа дөңгелектің бізде айналым саны шығады. Айналым, айын дей салайын, айын саны. Айналым саны шығады. Міне 3600-ді бөлеміз балар. Неге? 3,6-ға бұл бізде ровно 1000 деген сан шығады. Яғни 1000 рет айналған кезде осындай арақашықтықты жүреді екен дөңгелегі. Енді келесі есеп. Бәйтерек зияткерлік мектебінің оқушылары саны 300-ден кем дейді. Оларды қалдықсыз теңдей 4-ге, 7-ге, 9-ға оқушыдан бөлуге болады дейді. Бәйтерек зияткерлік мектебінің оқушыларының саны қанша? Енді бұл сандардың қайсы сұрап тұрғанда, бұл сандардың арасын қайсы 4-ге, 7-ге, 9-ға бөлінеді дейді. 9-ға бөліну үшін цифрларын қосқан кезде 9-ға бөліну керек. Мына жерде мысалы ондай шығып тұрған жоқ. Мына жерде қосатын болсақ, мына тоже бөлінбейді, Мынау ғана бөлінеді, мына да 9-ға бөлінеді, 2-ге 9-ға бөлінеді. Бірақ көріп тұрғанымызда мынау 4-ге бөлінбейді, өйткені 4-ге бөлінетін сан 9-ға аяқталмайды ғой. Получается, жалғыз ғана вариант осы ғана қалады. Енді келесі есеп. 15-ші есеп. А және К бұрыштарының градустық өлшемдері 90, А және К бұрыштарының. Фигураның ауданын табыңыз, өлшемдерді сантиметрде беріңіз. Балалар, енді бұл жерде мына нәрсе 90 градус дегеніміз, ол тік бұрышты үшбұрыш. Міне, тік бұрышты үшбұрыш дегеніміз, яғни мына жері 90 болса, ол тік бұрышты үшбұрыш деп аталады. Енді тік бұрышты үшбұрыштың ауданы қалай табылады? Оның мына сол тік бұрыш жасап тұрған екі қабырғасын, мына қабырғасын және мына қабырғасын көбейтеміз. Мысалы, мынау 3 болса, мынау 4 болса. 3-ті 4-ке көбейтіп, 2-ге бөлетін болсаңдар, мына фигураның сендерді ауданы шығады. Дәл солай мына жерде 5-ті көбейтеміз 12-ке балар. 5-ті 12-ке көбейтіп 2-ге бөліп тастаймыз. Мына жерде 60 2-ге бөлсе 30. Получается, мына фигураның ауданы балалар 30-ға тең екен. 30-ға. Ал мына фигураның ауданы табу үшін 13 пен 6-ны көбейтеміз. Бұл жерде де міне, көрдіңдер ме, 90 градус жасап тұрған мынандай кәдімгідей үшбұрыш. 13-ті көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 2-ге. Бұл жерде қысқартып жіберейікші, 3 болады, сонда 39. Демек, мына үшбұрыштың ауданы ол бізде 39-ға тең. Енді қосамыз, жалпы ауданы табу үшін 30-ға 39 қосамыз,
өйткені бүкіл фигураның ауданы сұрап тұр, екеуін қоса саласыңдар. 69 сантиметр квадрат шығады сендерде. Так, 16-шы есепте көріп тұрғандарымдай мынандай сәл күрделі сияқты көрінуі мүмкін, бірақ мүлдем күрделі емес. Енді бұл жерде қараңдар, мынаның астына бір жазында пропорцияны көтересіңдер. Бірді көбейтесіңдер 13-ке, ал мына өрнекті аламыз, апарып 1-ге көбейтеміз. 13-ті 1-ге көбейтсек 13 шығады, ал 1-ге көбейтсек ешнәрсе өзгермейді. Так, мынау осындай болып қала береді. Сосын аламыз да, мына 11-ді былай қарай жібересіңдер, ол 13-тен азайтылады, дұрыс па? 13 азайтылған 11 тең 5 астында 2 плюс x деген қалады. Мына жаққа қарай жалғастырайық. 2 тең астында 5, 2 плюс x. X-ның астына тағы бір жазамыз да, былай пропорцияны көбейтеміз. 1-ді 5-ке көбейтеміз, 5 болады. Так, мынаны апарып 2-ге өткен кезде 4 қосылған 2x шығады. Мынаны былай жібереміз, 5 азайтылған 4 тең 2x. 1 тең болады 2x. X тең болады 2 емес, балалар, шатаспаймыз. 1 бөлу 2. Яғни 0,5 деп жазсақ болады жауапты. Он жетінші есеп. Арақашықтықтар 52 км болатын екі қаладан қарама-қарсы бағытта жылдамдықтар 6 өмір қатынасында екі жеңіл көлік шықты. 3 сағат өткеннен кейін олардың арақашықтықтары 460 км болса, бірінің жылдамдығы екісінен қанша кем болғаны. Енді балалар, мына жерде түсіну керекпіз. Мынандай екі қала бар, бір-біріне жақын орналасқан, негізінде 52 км. Осындай екі қаладан қарама-қарсы бағытта, то есть біреуі былай, біреуі былай. Так, мынаның жылдамдығы 6x болсын, мынаның жылдамдығы 11x болсын. Енді бұл жерде жылдамдықтар балалар қарама-қарсы болған кезде біз не істейміз, балалар? Жылдамдықтар қарама-қарсы болған кезде біз жылдамдықтарды қосамыз. 6x-ке қосамыз 11x, ол бізде неше болады? 17x болады. Бұл не деп аталады, балалар? Алыстау жылдамдығы. Алыстау, бір-бірінен алыстау жылдамдығы. Енді олар 3 сағат өткеннен кейін дейді, уақыт 3 сағат. 3 сағат өткен кезде не болды дейді? Арақашықтықтар 460 км болды дейді. S тең 460. Бірақ олар бізге алыстау жылдамдығы ғой, біз олардың нешеге алыстағанын табу керекпіз. Енді қараңдар, олар қазір арасы 460, бірақ до этого 52 болды ғой расстояние. Олар бір-бірінен 460-ға алыстаған жоқ қой 3 сағатта. 460-тан 52-ні азайтып тастаймыз, сол кезде 408 шығады. Яғни олар по факту бір-бірінен 408 километрге алыстаған 3 сағаттың ішінде. Басында өйткені начальный расстояние 52 болды басында. Ал олар 408-ге алыстады да, сол кезде барып 460 болып кетті. Сондықтан бұл жақта 408 деп жазамыз. Енді S тең болады V көбейтілген T деген формула. S тең бізде 408-ге, V дегеніміз ол міне алыстау жылдамдығы 17x, T дегеніміз 3 сағат. Осы жерде міне 408 тең болады, мына екеуін көбейтсек 51x болады. X тең болады 408-ді 51-ге бөлетін болсақ, ровно 8 шығады. X дегеніміз енді 8, мынау оны біз орнына апарып қоямыз. Сонда 6x дегеніміз мынау 48 болып кетті. 11x дегеніміз 88. Так, бірінің жылдамдығы екіншісінен қаншаға кем? То есть 88, 48, 88-ден нешеге кем? 40-қа кем ғой. Ровно 40 км сағатқа тең. Сондықтан осылай болады жауабымыз. Тауардың бағасы 50%-ға артты, сосын 30%-ға кемеді. Тауардың алғашқы бағасы неше пайызға өзгерді? Тауардың алғашқы бағасы 100% деп алсақ болады. Так, 50%-ға артатын болса, ол 100-ге қосылады ғой 50, Так, 50 30%-ға кемесе 100-ден азаяды 30 деп осылай есептейміз. Жарай ма балар? Всегда 100-ге қосамыз, 100-ге азайтамыз. Мұнда 150% болады, мұнда 70% болады. Сосын мынаны 10-дық бөлшекке айналдырамыз. 10-дық бөлшекке айналдырсақ 1,5 болады, мына 10-дық бөлшекке айналдырсақ 0,7. Так, бірінші мына екеуін көбейтіп алсақ 1,5-ке 0,7-ні көбейтетін болсақ 1,105 шығады. Енді оны 100%-ға көбейтеміз барып. Сонда бізде 105% шығады. Басында тауардың бағасы 100% еді, қазір 105%. Қанша пайызға өзгерді? 5%-ға. 19-шы есеп, есепті ықшамдаңыз дейді. Бірінші мен мына жақсылардың бәрін ашам. Сол кезде міне 2 минус плюс болады. То есть мына 2 минус плюс, мына екеуі плюс, мына екеуі плюс. Получается таңба просто плюс А, неме болмаса А дейміз. Енді мыналардың бәрін ашатын болсақ, мына екеуі плюс, 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 бірақ минус қалып кетті. Сондықтан минус А. Жауап 0 болады екен.
20-сын есеп, ағаш тақтайды 4 бөлікке бөлу үшін 120 теңге төлеу қажет. Егер тақтайды 5 бөлікке бөлетін болсақ, қанша ақша төлейміз? Енді тақтайды 4 бөлікке бөлу деген балалар, бұл жерде кесуге байланысты есеп. Өйткені сенде тақтайды 4 бөлікке бөлу үшін неше рет кесу керек? Қараңдар, 1, 2, 3. 3 рет кесеміз. 4 бөлікке бөлу үшін 3 рет кесу. Яғни 3 рет кесу үшін 120 теңге ақша төлеген. Егер 5 бөлікке бөлу керек болса дейді, онда ол уже 5 бөлікке бөлу үшін тағы бір рет кесу керек болады. Сол кезде 5 бөлік шығады. Значит, 4 рет кесу үшін қанша? X теңге. X теңге болады 4 көбейтілген. 120 бөлеміз 3-ке. Қысқарады 40, сонда жауап 160 теңге кетеді екен. Міне балалар, біз пока математиканы бітірдік, енді сандық сипаттамаға кірісеміз. Енді балалар, сандық сипаттамаларды 15 минутта істеу керек, біз тез жасауға тырысамыз максимал түрде. Так, қалып кетпейік. Кеттік. X тең -16, мынаны -16-ға бөлеміз, получается. Сонда бізде -16 шығады мына жақта. Мына жақта -17, X-ның орнына қойсақ, так, -17 шығады. Онда бізде А бағамызда көбірек. Так, 3-дің 6 дәрежесі, или 9-ның 3 дәрежесі. 3-дің 6 дегеніміз 3-ті неше рет көбейтеміз? 6 рет, да? Сонда қараңдар, мынау бізде 9-ға тең, мына да 9-ға тең, мына да 9-ға тең. Получается, 9-ы өз-өзіне 3 рет көбейткен тең ғой. Ол дегеніміз 9-ның 3 дәрежесі ғой. Сонда екі жақта да тең, жауап С болады. Так, 1 километр квадратта балалар бізде миллион бар. Сондықтан миллионда біз 6 нөл болғандықтан мында 6 нөл қосу керекпіз. Өтерді 1 рет жылсам, сосын 5 нөл қосам. Сонда 64, 1, 2, 3, 4, 5 нөл қосам. Сонда теңестірейік. Салыстырайық, то есть. 6 миллион 400, 640 мың. Жауап бізде А болады, иә? Так, сәл үстіге бітірейік. Өрнектің мәнін есептеңіз дейді. Так, мына 150-ді. Так, мына жақтан біз бір сразу былай жасап болады. 9x тең болады. 150 азайтылған 15, ол бізде 135. X тең болады. Мынаны бөлетін болсақ, бізде 15 болады ау. Енді міне екеуін Z тең болады. 91-ді бөлеміз 7-ге ғой. Да, сол кезде 13 шығады. Сонда жауап А болады. Так, мына жақта плюс 2-ні былай жіберетін болсақ, -2 болады. X көбейтілген X тең болады 49 шығады. X 0-ден кіші дейді. Онда ол X -7-ге тең. Өйткені -7 көбейтілген -7, ол бізде неге тең балар? 49-ға тең. Сондықтан X тең -7 мына жақта. Ал мына жақта көрейік, мынаны біз былай жіберетін болсақ, ол 9 болып кетеді. Осы жақтан X тең болады. Мынаңасына бір жазайықшы. Пропорциямен бөлсек 9x, жақта -72. -72-ні 9-ға бөліп жіберетін болсақ, бізде шығады -8. Қай жақта көп? А жақта көбірек болады. Так, ондық санау жүйесінің жиынтығында қанша элементтер бар? Так, бұл жерде цифрлардың санын айтып тұрған шығар. Цифрлардың саны 13 штук, дұрыс па? 0-ден бастап 9-ға дейін 10 цифр бар. Так, мына жақта қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Сондықтан Б жағымызда сәл көбірек болады. Так, бөлікштердің санын табыңыз дейді. Қай жақта көбірек? 75-те көбірек сияқты, өйткені 67 бізде жай сан емес па? 67 неге бөлмейді? 1-ге және 67-ге. Ал 75 мына жақта көп бөлікштер. 1-ге, 3-ге, 5-ге, получается 1-ден А деп берейік. Бір тәулік бұл бізде 24 сағаттан тұрады. И әр сағатын 3600 минуттан тұрады, секундтан тұрады. Енді сол кезде 24-ті көбейтеміз 3600-ға, ол бізде 86400 болады болар. Сонда көріп тұрғанымызда қайсында көбірек? Б бағанымызда көбірек болып тұр. Так, мына жерде қалай тезірек салыстырсақ болады? Қосып отырмайтындай. Қосып отыру керек бола ма? Так, былай салыстырсақшы. Мынаны 2-ге көбейтсек неше шығады? И сосын мынаны жоқ, олай салыстырсақ, қазір қиын болып кететін сияқты өзімізге, да? Лучше қоса саламыз ау. Қоса салғанымыз дұрыс болатын сияқты. Жақсы, ортақ бөлім 32. Так, мына жаққа неше кетеді? 1, мына жаққа
4 кетеді, сонда 23 шығады. Мына жақта ортақ бөлім бізде 48, мұнда 3, мұнда 2, получается 15 қосылған 8, 15-ке 8 қосатын болсақ 23 шығады. Мынау 23 бөлген 32, 23 бөлген 48, онда жауап әрине А болады. Осылай оңайырақ екен ғой, мен қиындатып отыр екенмін өзім. Мына жақта минус пен минус жойылып плюс болады. Так, мына жақта минус пен минус жойылып плюс болады. Бірақ қараңдар, мыналар көбейткен кезде, қараңдар, өтерден кейін менде какой-то бір сан шығады, мысалы 5, 6, 7-ні көбейтемін. Так, неше болады? Мынау 210 болады. 210, бірақ өтерден кейін 1, 2, 3, 4, 4 сан бар. Сондықтан мұнда 0 қойып бетем, мынандай шығады. Ал мына жақта бізде 0 өтір 21 шығады. Сондықтан да Б бағанымыз көбірек болып тұр. Так, мына жақты салыстыратын болсақ, так, в принципе, бірдей емес па? Жоқ, бірдей емес ау. Екі жақта да мына санымыз бірдей ма? Жоқ, бірдей емес. Так. Бұл жақта балалар бүкілін қосып жүрмей тезірек. Білесіңдер, әр есепке бізде 30 секунд, сондықтан көп ойланатын уақыт жоқ. Примерно тезірек табу керекпіз жауапты. Мен примерно тауып тұрғаным бойынша. Да, қараңдар. Мына екеуін қосқан кезде үлкен минустан шығады, мына жаққа қарағанда, иә. Еще мына жақтағы плюс сан, ол кішірек мына жақтағы плюс саннан. Сонда мынау кішірек мынадан, мынау кішірек мынадан. Сонда бәрібір бүкіл элементтері мына бірдан кішірек болып тұр, сондықтан Б үлкен болатын көрініп тұр негізінде. Так, 5 тоннада 0,5 тоннада 500 килограмм бар. 500-ге 500 қоссақ 1 тонна мына жақта, не болса 1000 килограмм. Так, мынаның 3-нен алсаңшы 1, 2, 3, мына жақта 500 килограмм, бет центнер тоже 500 килограмм қосайық, 1 тонна шығады, екі жақта бәрібір де С болады. Так, мынаның істейтін болсақ, дециметр 1-ден алып тастаймын, метр болады. Сосын не істеймін? 3-ден алып тастаймын 1, 2, 3-ші салмайды, мында өтір қоя саласыңдар. 13,5 дейді. Сонда не болады бізде? 13,5 қосатын болсақ, мына жақта 14,85 па, сондай километр болып кетті. Мына жақта 2-нөлін алып тастаймын, метрге айналады. 3-нөлін алам, километр. Так, мына жақта балар А-да көбірек болады. Бірден түсінікті. Мына жақта ондай үлкен шама шықпайды. Так, секундта сағатқа айналдыру үшін 3600-ға бөлеміз ғой, 3600-ға. 0, 0, 0, 0 кетеді, сонда 16 бөлінген 36, тағы да 4-ке қысқарту болады. 4, мұнда 9 десек болады. Ал мынау 45-тен 100 қысқартсақ, неше? 9, 5-ке қысқартсақ 20, да? Қай жақта көбірек? Так, крестикпен көбейтсек, мына жақта 80, мына жақта 81 болады, онда Б бағанымызда көбірек болады, Так, метр және километр квадрат. Километр квадрат, метр квадратқа айналдыру үшін балар миллион болады деп айттым, Миллион болатын болса, мына жерде 7-6-0 бар ғой, сондықтан 6 рет жылжытуға тырысамыз өтірді. 1-2 рет қана жылжиды максимум. Арай 4-ні қосам. 1, 2, 3, 4. Міне 11, 111, 1, 2, 3, 4. Бұл дегеніміз бізде 1.110.000. Мына жақта 111.000. Сондықтан да бұл жақта Б жағы үлкен болады болар. Нөл бүтін оннан 5 километр минутына 500 дециметр минутына. Так, получается, екі жақта да минут екен, тек мына жағын дұрыс салайық. Мына бізде 500 метр ғой. Километр, 0,5 километр, 500 метр. Ал мына дециметр, бір нөлін алам, ол 50 метр болады. Міне, 50 метр минутына, 500 метр минутына, жауап А. А жақта көбірек. Мыңдық разрядтағы цифрды тап. Так, мұнау бірлік, ондық, жүздік, мыңдық. Бірлік, ондық, жүздік, мыңдық. Екі жақта, Б-да көбірек. Мұхит судың құрамы қанша элементтен тұрады? Мұхит суының құрамы қанша элементтен тұрады? Нечесе. Балалар, мұн жақта мен логично сәл сәлемет етіп тұр, өйткені география жағынан хабарым аз, бірақ мұхит суының құрамында көптеген элементтер болу керек. Бұл жақта енді ол мұхиттың суы ғой. Ол жақта тек қана су емес, тұз бар, мұхитта әртүрлі растениялар бар, көптеген заттар бар. Сондықтан да бұл жақта 9 элементтен көбірек болу керек міндетті түрде. Так, енді 19 есеп ауданды салыстырыңдар дейді. Бізде мынандай есептен бағана көрсеттім. С деген мына қатты керек емес, бізге мына ғана екі қабырғасы керек, екеуін көбейтеміз, екіге бөлеміз.
не мына жақта 11 көбейтілген 15 бөлінген 2, мына жақта 6 көбейтілген 17 бөлінген 2. Қай жақта көбірек болады? Балар, мына жақта айтып та керек емес, ада көбірек болады. Так, килограмм. Так, килограмм айналдырайықшы. Так, мына 1, 2, 3-тен алсам килограмм. Получается, 150 килограмм қосылған 14. Мынаны килограмм айналдыру үшін міне. Бір нөл алдым, потом былай мұнда қоямын. Сонда қоссақ мына жақта неше болады? 164,85 болды. Мына жақта 150 килограмм қосылған 14, 164,850, то есть 85 десек те болады ғой. Екі жақта да бірдей екен. Жауап С болады. Главное, біз бірдей өлшем бірлікке келтіру керекпіз. Балалар, өлшем бірлікті көп жаттау керексіңдер сендер. Арифметикалық орта дейді. Бәрін қосып неше сан бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке бөлеміз. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке бөлеміз. Енді бәрін қоссақ неше болады? Енді тезірек қосатын жол бар ма? Или в принципе қоспай-ақ догадаться етуге бола ма? Негізі мен ойлап тұрмын, егер идеям дұрыс болатын болса, мына а жақты көбірек сияқты. Өйткені мына жақта мынандай 3 деген кішкентай сан бар. Көріп тұрсыңдар ма? Сондықтан да мен қазір қосқан кезде скорее всего а жағында көбірек шығады. Өйткені міне мына 14-тен 15 көбірек, мысалы 16-тан 22 көбірек, 3-тен 19 совсем көп. Мынау сәл ғана аз, мына да сәл ғана аз. Сондықтан да менде а жағында көбірек шығатынына көзім жетіп тұр. Енді мына жерде так, мына жақтағы 0 қосамда балар өтірлерді алып тастасақ болады. 2750-ді 25-ке бөлеміз. Так, 110 шығады балар ол жақта. Ал мына жақта енді көбейту керек болады, опақауды. Өтірсіз көбейте берейікші. 103-ке. Так, 5 бір ойда 2, 11, 4. Енді жаққа бірге қалдырамыз ғой, нөл болғасын. Так, мұнда 5, 7, 3, 1. Мұн жақта балар бәрі көп болады. 100, қазір айтам, 5, 2, 6, 141 бір нәрсе болып кетеді. Короче, сондықтан мұн жақта көбірек болады. Бұл негізі логически может түсінуге болатын шығар, мен жақты топеттап көбейтіп отпай. Так, 16-тан 15 тәулік, мынандай секунд дейді. Так, 15, 16, наоборот, 16-тан 15 тәулік. Тәулікте бізде 24 сағат бар, және әр сағаты 3600 бар. Енді бұл жерде мына 80.000 секундмен салыстыру керек бізде. Так, енді қысқарту керек бізге, не істейміз басқада. Мен екеуін 4-ке қысқарсақ, мұнда 4, мұнда 6 болды. Сосын 3600-ді 4-ке бөлетін болсақ, бізде 900. 900-ді мына 15-ке көбейте алатын сияқтымын. 915-ке көбейтетін болсақ, 113.500 болады, оны 6-ға көбейтетін болсақ. 13500-ді 6-ға көбейтсек. 135-ті көбейтейікші 6-ға. 0 бір ойда, 3 ойда. 9 бір ойда 79.000. Бұл жақта 80.000, сондықтан бұл болады. Бұл жақта 330 центнер, бұл жақта мынау килограмм айналдырайық па? 1000-ға көбейтетін болсақ, тағы 3-нен жалғанады. 330.000 килограмм. Мынаны 1000-ға көбейтетін болсақ, бұлар 550 килограмм, оны 6-ға көбейтетін болсақ. Бұл жақта бәрібір де аз шығады болып тұр ғой, көп тұрсыңдар ма? А-да көбірек болады. Көбейтіп қатты керек емес болып тұр уже. Мынау метр минутына, значит, осындай метр 1 минутта жүреді. Секунд айналдыру үшін міне бөліп тастаймыз, қысқарады 5. Получается 5 метр секундына. Мына жақта да 5 метр секундына, жауап мына жақта С болатын болып тұр. Мына жақта факториалдар, 7-нің факториалы азайтылған 5-тің факториалы. Қайда көбірек дейді? 4-тің факториалы деген балар 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4, ол 24-ке тең. Ал 7-нің факториалы деген балар үлкен бір сан шығады. 1000 бір нәрсе деген. Азайтылған 5-тің факториалы ол 120. По-любому мына жақта үлкен сан шығады. Сондықтан да мына жақта смело А деп белгілей саламыз. 1000 теңгенің x-ін табыңыз дейді. 1000 теңгенің x-і дегеніміз, яғни мынаны 1000-ға көбейте салсыңдар.
125 көбейтеміз 725 теңге. Так, 60% 1000 теңгені ол 600 теңге болады. Бұл жерде қатты қиналып керек емес, а болады. Так, 5000 миллисекунд қосылған 12 секунд. Бір секундта балалар 1000 миллисекунд бар, жарайды ма? Жазып қойсаңыз, 1 секунд ол 1000 миллисекунд дей салайыншы. Болмаса мынаның үстінен азайтып тастасақ, міне 5 секунд болады. Сонда мына жақтан 17 секунд шықты. Так, мынаның үстінен азайта алмаймын, міне бүйтіп қоямын. 2-нен ғана азайта аламын, бүйтемін. Сонда 3,8 қосылған 12,7 мына жақта 16 секунд шығады. Сонда ар жағымызда көбірек болып тұр, Так, енді қабырғасы мынандайға артып, сосын мынандайға кемігеннен кейін шашының ауданы дейді. Шашының қабырғасы 25. Так, бұл жерде енді логично, 80%-ға артып, 80%-ға кемігеннен кейін дейді. 80%-ға артатын болса шашының ауданы. Шашының қабырғасы. Так, балалар біз былай жасайықшы. Шашының қабырғасы, например, 100% болса, 100% болса, оның қабырғасы 80%-ға артатын болса, ол 180% болады, яғни 1,8 көбейтеміз. 80%-ға кемісе, ол 20% болып қалады, ол 0,2. Сонда мына екеуін көбейтіп алсақ, балалар бізден 0,36 шығады. Оны 100%-ға көбейтетін болсақ, получается 36%, яғни шашының қабырғасы мына өзгерістерден кейін 36% болып қалды. Ал шашының қабырғасы 40%-ға кемісе, ол жерде 100-ден 40%-ға кемісе, не істейміз? 60% болады, яғни 0,6-ға көбейтесіңдер, 60%. Көріп тұрғанымыздай, балалар, біз ойлап қалдымыз, мына ада көбірек деп. Өйткені жаңа 80%-ға артып, 80%-ға кеміді, дым өзгермеді деп ойлайсыңдар. Бірақ математический жағын қарасаңдар, бұрын қабырғасы 100% болды, қазір 36% болған. Мына жақта 60% болған. Сонда көріп тұрғанымыздай, Б жақта көбірек болады екен. Так, 110 литр су дейді, сантиметр куб бетон дейді. Қайсысы көлемі көбірек, балалар? Көлемдерін салыстырамыз енді. Так, біз білеміз, 1 литр ол 1 дециметр кубқа тең. Ал 1 дециметрде 10 сантиметр бар ғой, ал куб болған кезде ол получается 1000 болып кетеді. 1000 сантиметр куб болып кетеді. Яғни 1 литрім 1000 сантиметр кубқа тең, ал 10 литрім ол 10.000 сантиметр кубқа тең. Сонда көріп тұрғандай А бағамызда көбірек болып тұр. Міне балалар, осылайша міне бүгінгі есептердің барлықтарының талдауы, 50 есептің барлығының бүкілі түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Бұйыртса енді келесі аптада кездесеміз. Сау саламатта кездескенше балалар.